Қайырлы күн, құрметті желі қолданушылары. Тікелей эфирде Ашық әкімдік Әсем Сартбаева мен біздің бүгінгі қонағымыз Маңғыстау облысының тілдерді дамыту, архив ісі және де мәдениет басқармасының басшысы Пания Сармурзина. Добрый день, уважаемые зрители. В прямом эфире проекта Ашық әкімдік Әсем Сартбаева. И сегодняшний гость нашего проекта Пания Сармурзина, руководитель управления культуры, развития языков и архивного отдела Мангистауской области. Құрметті желі қолданушылары, бүгінгі спикерімізге қандай да бір тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз болса, тікелей эфирде сұрақ қою мүмкіндігін өткізіп алмаңыздар. Пания Оңалбайқызы, қош келдіңіз. Қош келдік. Көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Енді мынау Ашық әкімдік жобасы жөнінде естіп көріп жүрген боларсыз. Бүгін сізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Көп рахмет. Алдымен алғашқы сауал, енді мәдениет саласының басшысы болғандықтан, жалпы мынау пандемия, карантин кезінде мәдениет қызметкерлері, әсіресе міне театр актерлары бар, тағы да басқа қызметкерлер осы уақытта бос уақыттарын қалай өткізіп жатыр, немен айналысып жатыр, қалай әсер етті жалпы мәдениет саласына? Біріншіден қайырлы күн. Індет енді елге келген індет қой. Індет уақытында біздің мәдениет өнер қызметкерлері ешқандай демалыста болды, не болмаса үйінде отырды деп мен айта алмаймын. Олардың барлығы осы алғы шепте қызметте болды барлығы да. Әрине қызмет орнында шектеу болған рас, ол елде болған жағдай, бірақ онлайн деңгейде біздің қызметкерлердің барлығы жұмыс жасады. Арнайы Қазақстан Республикасының мәдениет спорт министрі Ақтоты Рахметоллаевнаның арнайы бұйрығы шығып, мәдениет мекемелерінің барлығы республикада онлайн түрде қызмет етуге көшті. Бұл біздің концерттік ұйымдар, театрлар, сонымен бірге ағарту саласында кітапханалар, музейлер, клуб мекемелері түгелімен онлайн деңгейге көшіп, жаңа форматта жұмыс жасады. Бұл қазір республикадағы онлайн деңгейдегі шара өткізудің біз алдыңғы орындамын деп айтсақ, артық айтпаған болар едік. Өйткені қызмет көрсету кезінде елдің басына туған қиындықтың уақытында мәдениет саласының қызметкерлері қызмет көрсетудің жаңа түрлерінде ойлап тапты. Бұл тек қана спектакльдерді, не болмаса кітапханада өткізілетін әртүрлі шараларды онлайн деңгейде өткізіп қоймай, сонымен бірге халықтың көңіл күйін көтеруге байланысты үйден отырып концерт өткізу бағдарламасына да, сонымен бірге мынау елдің арасында тұрған түсінік беру жұмыстарына да, рейдтік шараларға қатысуға да мәдениет қызметкерлері түгелдей жұмылдырылды. Жоғарыда онлайн шаралар деп айтып өттіңіз, соларға тоқталып өтсеңіз, қандай шаралар? Онлайн шаралар дегенімізде, жаңа айттым ғой, бұрынғы айтамыз ғой, традиционный деп жатамыз. Бұл енді дәстүрлі түрде өтіп жатқан шаралардан басқа жаңа түрлі шаралар өткізіп бастады деп. Мысалға алатын болсақ, театр қызметкерлері өздерінің қойылымдарын онлайн деңгейде көрсетті, оны бүкіл халық көрді. Сонымен қатар театрдың мынау алдыңғы қатарлы әртістері, не болмаса театр режиссері, балет мейстерлары арнайы өздері каналдарын ашып алып, сол арқылы халыққа түсіндіру жұмыстарымен басқа көңіл көтеру, халықтың әл ауқатын жақсартуға байланысты өз үлестерін қосып, негізгі шараларды жүргізіп отырды. Ал концерттік ұйымдар болатын болса, олар концерт қоюдың түрлі варианттарын ойлап тапты десем, мен енді артық болмас сол жерде. Түсінікті, рахмет. Пания Оңалбайқызы, енді мынау президентіміздің тапсырмасына сәйкес мәдениет саласының қызметкерлерін әлеуметтік жағынан қолдау бойынша қандай шаралар жүзеге асып жатыр? Мысалы, мәселен, мәдениет саласында қызмет ететін мамандарды баспанамен қамту жағы қалай? Әрине, енді мәдениет саласында қызметкер бұл руханияттың қызметкерлері, руханияттың жауынгерлері деп айтсақ та артық болмас. Облыста бізде 2000-нің үстінде осы мәдениет саласында қызмет етіп жүрген қызметкерлер бар. Үкіметіміздің қолдауы мәдениет қызметкерлері де көріп отыр. Ел президентінің тапсырмасына орай былтырғы 19 жылы бірінші алғашқы рет бұл кітапхана, клуб мекемесі қызметкерлерінің, негізгі қызметкерлерінің айлық жалақысына қосымша жалақылар қосылып бастады. Одан кейін техникалық қызметкерлердің жалақылары көбейтілді 30%-ға дейін. Осы 20-шы жылдан бастап мынау концерттік ұйымдардың, театр қызметкерлерінің де айлық жалақыларына қосымша жалақылар беріліп бастады. Сонымен қатар енді әлеуметтік жағдай болғаннан кейін әрине бірінші ол тұрғын үй жағдайы. Өздеріңіз білесіңіздер, мынау біздің елімізде бірінші Маңғыстауда театр ашылғанда, сонымен қатар
Мұрат Өскінбаев атындағы облыстық филармония жағынан симфониялық бірінші оркестр құрылғанда мамандарға пәтерлер берілді. Ал қазіргі уақытта үкімет заңына байланысты бұл пәтер беру мәселесі әрине бұл қазір арендалық үйлер беру мәселесінде тұр. Сондықтан енді жыл сайын қызметкерлерді көтеруге байланысты біз пәтер алып жатырық деп мен өтірік айтпай қояйын. Ал жаңа жас мамандарға көмек беру үшін арнайы облыс әкімінің қолдауымен соларға ұсыныс арқылы білдіріліп отырып жатақханалардан орын беріліп келеді. Бірақ енді арнайы мәдениет саласына бөлінген жатақхана бар деп мен айта алмаймын. Ал жатақханада кезекте тұрған мамандар көп па? Жас мамандар? Жас мамандар бар. Жас мамандар бар. Өйткені біздің мәдениет саласының қызметі өздеріңіз білетіндегідей әр уақытта жас мамандармен толығып отыру керек. Жастар лебімен келіп отыру керек. Артистер толығып отыру керек. Сала мамандары толығып отыру керек. Сондықтан жас мамандардың әлеуметтік жағдайы шешіліп отыруға тиісті әрине. Ал ауылдық жерге барған мамандар енді өздеріңіз біліп отырғандай дипломмен ауылға бағдарламасын пайдаланып келе жатыр. Оның ішінде былтырғы жылдың өзінде біздің мәдениет саласының 12 маманы әр аудандағы осы дипломмен ауылға бағдарламасының жемісін көрді. Осы орайда енді сіздің басқармаға қатысты тілдерді дамытуда сіздің басқармаға қарайды. Мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру мақсатында біздің өңірде қандай шаралар жасалып жатыр, рейдтер ұйымдастырылады, соларға тоқталып өтсеңіз. 2018 жылы осы негізінде тілдерді дамыту архивісі басқармасы мен мәдениет басқармасы біріктірілуге байланысты екі үлкен мекеме осы бірліктірілді. Содан бері 2018 жылдың аяғынан бері тіл архивтер басқармасы осы мәдениет басқармасымен бір басқарма болдық. Тілдерді дамытуға байланысты арнайы мемлекеттің жоспары бар. Тілдерді дамытуға байланысты дәл сондай жоспар, енді мемлекет жоспар болғаннан кейін облыстарда өздеріңіздің білетіндей іс-шаралар жоспары болады. Сол іс-шаралар жоспарының ішінде тілді дамытуға байланысты біздің облыстықта жоспарымыз бар. Тіл мәселесіне байланысты, оның ішінде біздің ана тілімізге байланысты. Әрине біздің облысымызда 98% ол өзіміздің қазақ ұлты екенін білесіздер. Одан басқа ұлттардың саны енді қалған пайызды құрайды. Әрине Маңғыстау үшін енді кейде әңгіме болып жатады. Өзге тілдер Маңғыстауға аз шығар, ол деңгейде де. Бірақ ана тілдің мәртебесін көтеру бұл біздің парызымыз міндетті түрде. Жыл сайын өткізілетін, дәстүрлі өткізілетін, жаңа сіз айтып отқандай рейдтер, шараларда биылғы жылдың өзінде пандемияға қарамай осы тілдерді дамыту бөлімі бар бізде. Сол бөлімді басқарып отырған Айгүл Ықыласқызы арнайы рейдтен басқа да біз тікелей эфир деп жатамыз ғой, халықтың сұранысына байланысты тікелей эфирға шығып та тілдерге байланысты, ономастикаға байланысты осы соңғы уақыттарда аптасына 2 рет өтіп жатқандай жағдайларымыз бар. Ал аудан қалаларда арнайы осы бөлім бар. Бұл бөлімдер кей аудандарда ішкі саясатпен біріктірілген, әртүрлі ғой енді өздеріңізде. Сол бөлімдердің өз жұмысының ішінде өздері де осы рейдтік шараларды өткізіп отырады. Біздің облыстық деңгейде өткізіп отырған рейдтік шаралар, сонымен бірге мына үкіметтік емес ұйымдар арнайы осы тіл саясатының дамуына байланысты анализ жасақталынады, талдау жүргізіледі. Сонымен бірге олар тексеру шарасында жүргізеді. Қазіргі таңда осы ұтып алған үкіметтік емес ұйым бар, қазір соның жұмысын жалғастырып жатыр. Сонымен бірге енді биылғы жылы тіл үздігі, тіл жанашыры әртүрлі деңгейдегі облыстық байқаулар да өткізілді. Республикалық деңгейдегі фестивальдің облыстық туры да өткізілді. Күні кеше ғана осы тілдерді дамытуға байланысты біздің облысымыздың 3 азаматшасы Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігінің марапатымен марапатталды. Бұл кісілердің тілге қосып отқан үлесіне байланысты. Жыл басында, былтырғы жылдың аяғында да республикада өткен шараларда да біздің жетістіктеріміз бар. Енді тіл саясатына байланысты республикада өтетін конкурсқа да біздің қазір орыс ұлтының қызы Сильченко Ирина деген қызымыз осы біздің облыстың намысын қорғайды ертең республикалық жарыста. Қазақ тілін білу өзге ұлт өкілдерінің арасындағы байқау, иә? Бұл 3 тілді білудің байқауы бар. 3 тілді білудің байқауына қатысады.
соған қатысатын қызымыз. Түсінікті, рахмет. Құрметті желі қолданушылары, естеріңізге сала кетейін, бүгінгі тікелей эфирде біздің қонағымыз Маңғыстау облысының мәдениет, тілдерді дамыту және де архив ісі басқармасының басшысы Фания Сармурзина. Бүгінгі спикерімізге тақырыпқа қатысты қояр сұрақтарыңыз болса, тікелей эфирдегі мүмкіндіктеріңізді өткізіп алмаңыздар. Фания апай, енді тіл мәселесіне қатысты айтып отырмыз ғой, президенттің тапсырмасы бар, 2025 жылға дейін латын қарпіне көшу. Осы бағытта аймақта қандай жұмыстар жасалып жатыр? Енді латын қарпіне көшуге байланысты республика деңгейінде үлкен келелі шаралар іске асырылып жатыр ғой қазір. Республикалық деңгейде арнайы комиссия бар бұл жұмысты жасап отырған. Сол арнайы комиссияның жұмысына байланысты өңірлер деңгейінде де тапсырма беріліп, сол тапсырмаларды біздер де орындап келе жатырмыз. Ол бойынша жыл сайын осы латын қарпіне көшу ол пай этапына жүретін шаруа. Енді қазіргі деңгейде осы үкімет тапсырмасына байланысты латын қарпіне көшіріліп жатқан жоқпыз біз әлі де. Бұл өйткені комиссияның қарауында түрлі нұсқа бар. Сол нұсқалардың біреуі шығарылып, беккеннен кейін ғана латын қарпіне көшу жұмысы жүргізіледі. Қазіргі таңда өздеріңіз байқап жүрген шығарсыңыздар, біздің осы облысымызда мынау маңдайшадағы жазулар, не болмаса хабарландыру деңгейіндегілер екі қарпты пайдаланып отыр. Кириллицаны да түгелімен пайдаланып отырғандары бар. Латын қарпіне де ол енді біз тоқтату қойып, тек міндетті түрде кириллицамен жазасың, не болмаса міндетті түрде латын қарпімен жазасың деген ұстаным жоқ. Бірақ министрліктің ұстанымы осымен айналысып отырған, президент әкімшілігінің тапсырмасына сәйкес әзірге түгелде латын қарпіне көшу өткізіліп жатқан жоқ. Кезең-кезеңмен жүзеге асатын мәселе. Желі қолданушыларына кезек берсек, Тоқтамұрат Тілеу, біздің театрымыздың қызметкері, қайырлы күн. Директордың орынбасары. Директордың орынбасары Әсел Балманова. Шақырылған қонағыңыз өнегелі тұлға, мәні бар бағдарлама, жалыны бар жас тілші алға дейді. Көңіліңізге, тілегіңізге рахмет көп. Енді жалпы мынау мәдениет саласы бойынша қаншама жұмыстар жасалып жатыр. Қазір барлық жарыстар, барлық концерттер онлайн түрде өтіп жатыр деп жоғарыда айтып жатсыз ғой. Бұдан бөлек жалпы осы жылға енді жоспар бойынша енді мынандай пандемияның болатын ешкім білген жоқ. Көп жоспар жүзеге асып жатыр ма, қалай болып жатыр өзі? Жоспар бойынша. Әрине, енді ол індет келгеннен кейін ол біз жоспарлаған жоспардың барлығы 100%-ға жүзеге асып кетті деген өтірік әңгіме бар. Сондықтан көптеген шаралар әрине қысқаруға ұшырады. Оның ішінде көптеген фестивальдар, өткізілетін үлкен семинарлар, ол ел президенттің арнайы тапсырмасы болғанын білесіздер. Бұл үлкен шараларды қысқартуға байланысты. Бірақ қазір енді кейде айтып жатады ғой, қазақтың өзі де бір ауыртпалықтың бір жеңілдігі болатын шығар. Үлкен нәрседен біз шықтық. Сол шараларды онлайн деңгейде өткізудің де жолы табылды қазір. Мысалға, өздеріңіз біле отырғандай, Бекет атамыздың 270 жылдығы келе жатыр алдымызда. Соған өткізілетін, Есенов университетінде өткізілетін үлкен ғылыми деңгейдегі танымдық конференцияның өзі қазір онлайн деңгейде өткізілейін деп отыр. Ол конференцияға қатысатын мынау дүниежүзіне белгілі ғалымдар, ата мұрасын зерттеп жүргендер, ілімін зерттеушілердің өзі, солардың барлығы онлайн деңгейде өткізіледі. Қазір неге өткізбеске? Неге ондай мүмкіндікті пайдаланбасқа? Сонымен қатар осындай мысалға біздің облыстық халық шығармашылығы арқылы өтетін көптеген конкурстар. Мысалға, оғланды бояулар атты суретшілердің конкурсы да онлайн деңгейде, күйшілер конкурсы да әртүрлі онлайн деңгейде, мына концерттік ұжымның филармонияның өткізіліп отқан барлық шаралары онлайн деңгейде. Онда біз одан кейінде қалып қойдық, не болмаса бәрі өткізе алмай қалды деп тіпті жылаудың да реті жоқ ол жерде. Өйткені мүмкін қалауын тапса қажанат демей ме қазақ. Сондықтан оның бәр мүмкіндігі пайдаланып жатыр. Қазір өздеріңіз білетіндер цифрлық заман, ол деңгейде оның пайдалануына болады, жасауға болады. Күні осы жақында ғана бір ай өткен жоқ, рухани жаңғыру бағдарламасы өзіңіз білетіндей офисінің қызметкерлері келді. Олар біздерде өтіп жатқан шараларға жоғары баға берді. Ол әсіресе мынау тарихи мәдени мұраны зерттеу бағытындағы шараларға да. Оның да жолын табуға болады екен, оны да өткізуге болады екен. Әрине, біздің қазіргі мынау творчествоның қызметкерлері, ол кісілерге сахнада тұрып,
көрермендерді көзімен көріп, жүрегімен сезіп тұрып, олардың алдына шығып өнер көрсету, ол енді ол мүмкін болмай жатыр. Олар оны сағынады. Кейде күлеміз өзіміз. Ой, күнде концерт болады деп шаршайтындар қазір жалынатын болды. Концерт қашан болар екен деп. Өйткені шығармашылық адам үшін көрерменмен олардың қошеметін көре отырып, олардың әртүрлі сезімін көре отырып, тікелей көрерменмен жұмыс жасау, ол басқаша сезім. Ал алдыңда көрерменің жоқ, сен ана экранға қарап тұрып ойнап тұрудың өзінде ол басқаша нәрсе. Сондықтан әрине бәріміздің де тілегіміз осы індеттен арылса, бізде көрермендерімізбен тіке жұмыс жасақ. Өткенде бір жағдай болды, қазір күліп еске аламыз. Маған облыстық кітапхананың директоры звондайды. Понял, солай да солай. 10 адам қазір кітапханаға келіп тұр. Ашпасаңыз, көшеге шығамыз, кітапхананы аш деп айтады. Енді сақтық шаралары ғой. Сосын мен күлем, жаңа кей адамдар қазір кітапхана неге керек деген сөз айтып жүр. Міне, кітапхана керек кісі. Кітапхана неге керек емес, кітапхана керек болып тұр. Керек болғасын, соны оқырман сұрап отыр. Жалпы осы орайда біздің облыс көлемінде 60-тан астам, 66 кітапхана бар. Сол кітапханада кітаптардың қорын толықтыру жоспарда бар ма қалай? Кітапханалардың қоры жыл сайын облыстық бюджеттен бөлінген қаржыға, сонымен қатар Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің арнайы өздерінің госзаказ дейміз, ол мемлекеттік тапсырыс бойынша келетін кітаптармен, сонымен қатар егер меценаттар, демеушілер беріп жатқан әртүрлі шығармалармен толығады. Оның ішінде оқырман сұранысына ие кітаптарды біз алуға тырысамыз әр уақытта да. Сонымен қатар кезінде мынау Совет үкіметінің уақытында жағында обязательный экземпляр деген болатын. Әр ақын, әр жазушы өзінің шығармаларының біреуін осы кітапханаларға тапсырылатын. Енді қазір ондай деңгейдегі ереже жоқ, бірақ біздің азаматтардың көбі, әсіресе біздің жергілікті ағаларымыз, оқырмандар оқысын деп өз кітаптарын кітапханаға тапсырып отырады. Оларға сұраныс та бар. Сол 66 кітапхананың енді қазір естіп отқан шығарсыздар. Қазір облыстық кітапхананың арнайы ғимарат салынуда. Қабиболла Сидиқова атындағы кітапхананың мынау Әбіш Кекілбаев орталығына бұйыртса жылдың аяғына дейін көшеді. Мынау үлкен заманауи деңгейдегі республика бойынша типтік деңгейдегі ғимараты жоқ облыстардың біреуі едік біздер. Қынжылып та жүретін біз осыған. Енді сондай деңгейге жеттік қазіргі таңда. Сол облыстық кітапхана сол жерге көшіп барады. Бұрынғы уақытта кітапханалар әр жерде. Мысалға мүгедектерге арналған кітапхана бөлек, техникалық кітапхана бөлек әр жерде жүреді. Сол кітапханалардың барлығы бірігіп үлкен ғимаратқа көшіп баратын болды. Бұл да бір үлкен жетістік. Кітап үшін, оқырман үшін, халық үшін руханияттың орталығы осындай дейді. Алматы облысында жыл сайын облыс әкімінің қолдауымен мәдениет басқармасы 50 жас ақын жазушының, журналистің кітабын шығарып береді. Маңғыстау облысында осындай жоба бар ма дейді. Енді ол бюджеттік қаржының бөлуіне байланысты шығарылатын мәселе. Біздің облысымызда да бұндай тәжірибе болды. Кезінде маңғыстаулық 50 ақын жазушының шығармалары осылай басым бетін көрді. Былтырғы жылы облыс әкімі Серікбай Өтелгенұлы Тұрымовтың осы руханият облыстағы руханият өкілдерімен кездесуінде, оның үстінде мына Қазақстан жазушылар одағының Маңғыстау облыстық филиалының мүше ақын жазушылармен кездесу өтті. Сол кездесудің кезінде көптеген мәселе көтерілді. Сол мәселелердің біреуі осы ақын жазушыларды қолдау болатын. Облыс әкімі арнайы тапсырма берді. Бұл мәселемен қазір облыстық ішкі саясат басқармасы айналысып отыр. Әр деңгейдегі енді оның 50-і шығады, не болмаса 20-сы, не болмаса 5-і шығады деп мен айта алмаймын, бірақ облыстық ішкі саясат басқармасы бұл мәселемен тікелей айналысуда. Поняла, осы орайда мындай сұрақ, еліміздің өзге өңірлерінде арнайы шығармашылық орталықтар бар. Мәдениет болсын, кез келген саладағы шығармашылық жандар отырып, осы уақытын сонда өткізіп, шығармашылықпен айналысуға мүмкіндік жасайды. Біледі ғой, медиа қазір жаңа орталығы жаңа ғимаратқа көшіп барды. Үлкен ғимаратқа ие болды олар. Маңғыстау медиа. Бұл бұрынғы облыстық тарихи өлкетану мұражайының қасындағы жапсарлас салған үлкен көркем ғимарат еді. Сол ғимаратқа қазір медиаға берілді. Бұл да шығармашылық орталыққа айналатын жер. Ал біздің қазіргі жаңадан салынған былтырғы жылы
адамзаттың әбіш ағамыздың атындағы облыстық тарихи өлкетану мұражайын білесіздер. Соның жанынан жаңа айтып кеттім, облыстық кітапхана ашылып жатыр. Бұл орталықтарға да біз қуана осы шығармашылық қызметкерлерін сол жерде келуіне мүмкіндік жасаудың мүмкіндігі бар біздерде. Түсінікті, рахмет. Президентіміз өз сөзінде айтты, мынау мектептерде домбыра сабағын енгізу бойынша. Енді ол білім саласына қатысты ма, мәдениетке қатысты ма білмеймін. Жалпы біздің өңірде осы домбыра сабағын енгізу бойынша қандай жұмыстар жасалып жатыр? Егер алдағы уақытта бұйырса, осындай домбыра сабағын мектеп пән ретінде енгізіп жатсақ, домбыра сабағын үйрететін мамандар бар ма? Қалай? Енді бұл сіз айтып жатқандай арасында бұл білім басқармасына байланысты сұрақ, бірақ енді мен облыстың мәдениет саласында көп жылдардан бері келе жатқаннан кейін, осы білім саласымен тығыз жұмыс жасағаннан кейін мен білетінім, осы облыстық білім басқармасының басшысы Асқар Сейдалиев мырзаның айтуына байланысты қазір мектептердің барлығында факультативтік домбыра сабағына байланысты факультативтік сабақтар бар біздің облыстың деңгейінде. Ал мамандарға келетін болсақ, әрине біздің облысымызда өздеріңіз білетін өнер колледжі бар. Өнер колледжінің жанында мынау Роза Айдарбаеваның шәкірттері атақты. Көптеген осы домбырадан сабақ бере алатын, домбырадан енді өздері біледі ғой біздің көрермендер. Біздің мынау Абылай Тілепбергенов кезіндегі осы әлем арт үлкен байқауының бас жүлдегерін алып жүрген күйші, қазіргі таңда Құрманғазы атындағы оркестрдің бас дирижері болып келе жатқан сондай талантты балалар да көп біздің елімізде. Ал оларға білім беріп жүрген ұстаздар да көп. Бір емес екі музыка мектебі бар, облыстың орталығының өзінде, әр ауданнан басқа мектебі бар. Ол жерде домбыра кластары да, домбырадан беретін ұстаздар да жеткілікті деп ойлаймын. Мен енді дәл енді санымен айта алмауым мүмкін, өйткені айттым, білім басқармасына қарайды. Жақсы, рахмет. Абзал Қарақойшиев, ауылдың өнерлі жастарын көтеру мақсатында қандай шаралар атқарылуда? Өте жақсы, рахмет көп. Біздің өнердің қаймағы ауыл. Бәр уақытта да ауыл өнердің қаймағы. Өйткені кәсіби білімі болмайық. Біздің Әміре атамыз сияқты таланттың бәрі ауылда. Сол үшін облыстық осы басқарманың Маңғыстау жұлдыздары дейтін арнайы көркемөнерпаздарға арналған фестивалі бар. Қазір фестиваль 2 жылда бір рет өткізіп келе жатыр. Сол фестивальдің уақытында біз көптеген талант табамыз. Сол таланттарды үлкен сахнаға шығару жолында, оларға кәсіби білім беруге жұмыстану жолында қызметкерлер облыстық шығармашылық орталығы арқылы жұмыстанады. Сол фестивальдан көрінген кішкентай ғана бір отты біз көретін болсақ, оларды одан кейін өтетін әртүрлі конкурстарға қатыстыруға. Әрине, енді көркемөнерпаз болғаннан кейін ол кәсіби деңгейдегі конкурстарға кейде қатыса алмайтын шығар, бірақ осы көркемөнерпаздардың байқауына қатыстыруға, республикадағы көптеген байқауларға жіберуге, мысалға Жаңаөзен қаласындағы Қарагөз Кемерова басқарып отырған көркемөнерпаздар ұжымы біздің мақтанышымыз. Көптеген республикалық емес, сонымен бірге халықаралық деңгейдегі конкурстардың жүлдегері болып жүр. Дәл сондай ұжымдар әр ауылда бар, өзен қала болатын болса да, сол деңгейде жоғарғы сахнаны бағындырып жүрген біздің көркемөнерпаздарымыз көп. Жақсы, рахмет. Өңірімізде республикалық ақындар айтысын өткізу жоспарда бар ма? Республикалық ақындар айтысын өткізу жоспарда болатын. Биылғы жылы Нұр Отан партиясының ұсынысы бойынша арнайы республикалық деңгейде ақындар айтысын өткіземіз деп жоспарлаған болатынбыз. Бұл енді пандемияға байланысты қазіргі таңда тоқтап тұр. Пандемияға байланысты өткен енді ол ақындар арнайы онлайн ақындар айтысын өткізудің мүмкіндігін өздеріңіз түсінесіздер ғой. Сондықтан енді ол көрерменмен көріп отырып, олардан шабыт алып отыратын ақындар айтысы ғой. Бұйыртса, мына індеттен жойылсақ, біз ақындар айтысын өткізуіміз келеді. Өйткені қазақтың жаны да, қаны да ақындар айтысы. Ақындар, олар енді елдің сөзін сөйлейтін азаматтар ғой. Рахмет. Нұрсәуле Дауыншарова, өткен жылы Маңғыстаудың 1000 жылдығын атап өтетін болып еді. Сол не болды екен дейді? Нұрсәуленің сұрағына көп рахмет. Енді Нұрсәуленің өзі де біледі. Нұрсәуле біздің облыстық тарихи мәдени қорықтың белгілі маманы, осы рухани жаңғыру бағдарламасының аясында көптеген қызмет өткізіп жүрген маман. Енді қазіргі таңда мына
Қарақабақ алтын қазған ескерткіштерінің табылып, сол ескерткіштердегі көптеген археологиялық қазба жұмыстарына байланысты Маңғыстаудың тарихындағы жаңа көптеген мәліметтер алынып жатыр. Сондықтан зерттелу үстінде ол Маңғыстаудың мыңжылдығы деген атақ ол кезде Маңғыстау атының тарих бетіне шыққандығына байланысты болатын. Ол енді кейде Нұрсәуле оны дұрыс қойып отыр, сұрақты кей халық түсінбей жатады. Бұл Маңғыстаудың тарихы 1000 жылдан асып кеткен тарих қой. Ол оны түсіндіре айту керек. Бұл Маңғыстау атауының тарих бетіне шығуы. Ал Маңғыстауға жер басылу, Маңғыстау халықтың келуі ол одан да көп уақыттарды көрсетеді. Рахмет. Абат Үрісбаев, қайырлы күн. Пәния Оңалбайқызы өз ісінің нағыз маманы және өңір жанашыры. Ұсыныс деп бірнеше ұсынысын жолдапты. Бірінші, Бекет атамыздың 270 жылдығы қалай аталатын болды. Індетке байланысты телеарна, онлайн деректі фильм, басқа өңірлерде семинарлар және тағы да басқа шаралар жоспарда бар ма дейді. Абат Жаңғырханұлына да көп рахмет айтамыз. Өйткені Абат Жаңғырханұлы осы тек қана мәдениеттің емес, руханияттың бүкіл елдің жанашыры ғой. Қойып отқан сұрақ өте орынды. Бекет атамыздың 270 жылдығына үлкен деңгейде шаралар өткізу жоспарланып, бұл шаралар енді идеологиялық жұмыс болғаннан кейін ішкі саясат басқармасы арқылы тұжырымдамасы жасақталып, облыс әкімі Серікбай Көтергенұлының арнайы қаулысы шыққан болатын. Бұл қаулыға көптеген шаралар енгізілді. Жаңағы мен сөзімнің басында айтып кеткен ғылыми практикалық конференция, енді ол негізі күні кеше ғана осы оққан шығар азаматтар, елдің көз ашық қаһармандары Қырымбек Елеуұлының Көшербаевтың Ана тілі газетінде үлкен мақаласы жарияланды. Атаның ілімі туралы. Сол жерде ашылып көрсетіліп те тұр. Біз нені насихаттауымыз керек? Қалай насихаттауымыз керек? Жас ұрпаққа нені үйретуіміз керек? Атаның ілімі қалай насихатталуы керек? Солардың ішінде ең үлкенінің бірі осы ғылыми конференция өткізу. Ол енді Қазесенов университет дайындау үстінде халықаралық деңгейде осы ғылыми практикалық конференция өткізу. Сонымен қатар облыстағы әртүрлі семинарларда, әртүрлі тақырыптық шаралардың барлығы онлайн деңгейде өткізіледі. Облыста өздеріңіз білетіндей бір емес 3 жерде Бекет атаның арнайы мешіті бар. Бұл Маңғыстау ауданындағы Тоқты жеріндегі мешіті. Сонымен қатар Бейнеу селосындағы атаның ескі үлкен мешіті. Сол жерлерде де, әр аудан көлемінде де осы атаның 270 жылдығына арналған шаралар атап өтілетін болады кең көлемде. Рахмет. Абат Жаңғырханұлының екінші ұсынысы, жаңа кітапханада заманның талабына сай мүмкін интернет-кафе, мәдени орталық ретінде жасалса, жастарды тартуға дейді. Үшіншіден, бөлек телеарна немесе радио тек мәдениет бойынша ашылса дейді. Төртіншіден, өңірімізде туризм саласын дамуына байланысты мүмкін оқу орындарымен бірігіп мамандар дайындалса, өлкетанушылар, гид, экскурсовод және тағы да басқа шырақшыларды дайындайтын мамандар дейді. Өте дұрыс. Бәр сұрақта өте дұрыс, ол өзекті сұрақтар. Бірінші мәселе бұл кітапхананың кітапханадағы заманауи деңгейдегі цифрлық орталықтардың ашылуына байланысты нәрсе. Кітапханада қазір көптеген әдебиеттер цифрландыруға көшіріліп жатыр. Ол кітапхананың келем деп көрем деген азаматтардың бәрімен тікелей таныстыруға біз дайынбыз. Кітапхананың ішінде арнайы Каворкинг орталығы болады. Каворкинг орталығының өзі бұл Wi-Fi болады. Жаңағы айтқанда кафесі ішінде енді үлкен кафе салып кетпеспіз де, бірақ жаңағы кофесін ішіп отырып, білімін алуға, балаларын демалдыруға, бұл кітапхананың ерекшелігінің өзінде де кеше күліп айтқанбыз біздер. Балалар бөлімінің өзінде бұрын біз мына кітапхананың ішінде бір ғана құттықандай ғана жерде балалар бөлімі отырды. Ал қазіргі жаңа кітапхананың ішінде бір емес 7 бөлме бар. Балалар бөліміне арнаған. Соның ішінде балалар демалыс орны да, әртүрлі шығармашылықпен айналысатын кабинеттерде бәрі жасақталған. Ал сосын мынау информационный киоск деп аталады, бұл ақпараттық киоск, бұл цифрландырған бағдарлама. Соның ішінде, кітапхананың ішінде бұл цифрландыру жобасы түгелімен жүзеге асады. Ол бірінші сұрағы Абат Жаңғырханов.
екінші сұрағы қойған ол жаңа телеарна, радио, иә, мәдениет. бірінші қойған сұрағы ол жаңа туризмді оқытатын, туризмді дамыту үшін дейді, бұл өте керекті нәрсе. Осы өткен аптада облыс әкімінің ұйымдастыруыменен, арнайы төрағалығыменен осы облыстағы туризмді дамытуға байланысты үлкен жиын өтті. Сол жиында облыстағы Есенов атындағы университеттің ректоры Берік Бақытжанұлы, мынау облыстық білім басқармасының мамандары, бізде туризм колледжі бар, білесіздер. Сонымен бірге Берік Бақытжанұлы осы арнайы факультет ашылатындығын атап көрсетті. Сондықтан енді болашақтан үміт бар үлкен. Екінші мәселе шырақшыларға байланысты мәселе. Бұл енді кішкене бұл осы мәселе көтерілді. Ол мәселені көтеріп бәріміз айттық. Мынау өлке жанашырлары да айтты. Өзіміз де осы мәселені көтеріп келе жатырмыз. Шырақшылардың оқытады деген әрине жоқ, ол сірә нәрсе. Сондықтан бұлардың заңменен заңдастырылуы қазіргі таңда жоқ болып тұрған мәселе. Шырақшылар енді шырақшы болу үшін адам жүрек қалауымен келетін нәрсе ғой. Аталардың басына қызмет етем деген азаматтардың, бірақ қазір мәселе қойылып, сол хаттаманың ішіне тапсырма берілді. Мынау дін басқармасымен және біздің мәдениет тілдерді архив басқармасымен шырақшылар одағы қоятын шырақшыларды, соны қояр кезде арнайы солардан тағылымнан өтсін деген тапсырма беріліп отыр. Ол осы мәселе. Ал жаңағы телеканал деген мәселе, радио деген мәселе, бұда болашақтың жоспарында шығар, бірақ біздің қазір облыстағы ашылып отырған Ақтау деген канал бар екенін білесіздер. Біздің Маңғыстау каналы ақында Бекзат бауырымыз екеумізде осы оның ішінде түрлі білесіздер ғой, облыстық каналдың ішінде Қышқыл-мысқыл деген бағдарлама бар екен, Нұрлан Мұсаев жүргізетін. Сонымен бірге Асқар Көшеров жүргізіп жүрген Маңғыстаудың әнші жыршыларына байланысты үлкен бағдарламалардың бар екендігін, одан да басқа облыстың мәдениет өнеріне байланысты бағдарлама ашқымыз келеді, жоспарда бар нәрсе. Енді Бекзаттың да үлкен жоспарлары бар осы мәселеде. Одан кейін Ақтау каналы халқы Әнуармен де осы мәселені келісіп жүрміз. Әсіресе біздің ойымыздағы мәселе әр сала бойынша, мысалы Маңғыстаудың тарихи мәдени мұрасы бойынша бөлек. Кезінде облыстық телевидениеде бұндай хабар болды. Сонымен бірге музей саласы бойынша, кітапхана саласы бойынша мәдениеттің жаңалықтары белгіленетін бір арнайы хабар болса деген ұсынысымыз бар, жоспарымыз да бар. Осы үш сұрақ Жаңар ханымның қойғаны. Иә, ұсынысы. Енді жалпы Маңғыстау облысы бойынша ономастика мәселесі қалай болып жатыр? Маңғыстау облысы бойынша жаңа мана тілге байланысты мәселеде бұл көтеріле кетті. Ономастика енді үлкен сала ғой, ономастика. Ономастика сала бұл бізге керекті сала, болашақ үшін керекті сала. Өйткені жер, су атауларын өзгерту, не болмаса көшелер беру, әлеуметтік салаларға атау беруге байланысты біздің облысымызда ономастикалық комиссия жұмыс жасайды. Комиссияның құрамында 20-ның үстінде азаматтар бар. Бұлар халық қалаулылары, өлкенің жанашырлары, ішінде өлкетанушылар, ғалымдар бар, үлкен комиссия, депутаттар бар, бұның ішінде облыстық деңгейдегі депутаттар, мәслихаттың депутаттары. Бұл ономастикалық комиссияға әртүрлі деңгейде ұсыныстар келіп түсіп жатады. Бұл әсіресе өлкеге еңбегі сіңген азаматтарға көшенің атын беру, одан кейін әлеуметтік нысандарға сол азаматтардың атын беруге байланысты мәселелер. Қазіргі таңда осы биылғы 20-шы жылдың қаңтарынан бастап жылдың аяғына дейін бұл ат беру мәселесі Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің тапсырмасына сәйкес тоқтатылып тұр. Бірақ мынандай бір мәселе бар, соны ескеру керек. Үкімет қаулысыменен арнайы Қазақстан Республикасына мемлекетке еңбегі сіңірген 340 есім арнайы ғылыми зерттеу институтының зерттеуімен 340 есім белгіленді. Республика көлемінде? Республика, бүкіл республика көлемінде 40 есім белгіленді. Сол 340 есімге кіретін азаматтар болатын болса, олардың атындағы әлеуметтік нысандарға беру мәселесі ол жүргізіліп жатыр. Оның біреуі мысалы біздегі Шоқыр Бөлтекұлы атындағы Шетпе поселкесіндегі спорт балалар мектебіне Шоқыр Бөлтекұлының аты қазіргі уақытта облыстық комиссияда қаралып, мәслихаттың шешімі шығып, президент әкімшілігінің келісімін алып, қазір енді қаулыны күтіп отырмыз, шешім шықты. Сол сияқты біздің облысымыздан бұл 340-ның үстіндегі есімге келген
бұл біздің Бекет атамыз, осы жаңа мен айтып кеткен Шоқыр Күлтекұлы, Әбіш Кекілбаев, сосын Сафи Өтебаев деген азаматтар осы 340 есімге кіріп тұр. Әрине біз ұсынысты көп берген болатынбыз. Көптеген енді біздің әртүрлі Маңғыстау азаматтардың есімі аз екен. көп енді ол өйдеп біз есім аз көп деп айта алмаймыз. Бұл енді ғылыми зерттеу институтының арнайы шығарып берген тізімі. Біз енді тізімге байланысты бірақ ұсыныстар беріліп жатыр. Жыл сайын ол көбейледі деп ойлаймыз. Өйткені былтырғы жылы ол 300 болатын, 19-шы жылы 20-шы жылы 340-қа жетті. Сол деңгейде институттың зерттеуіне байланысты бір күнде шығатын дүние емес қой бұның бәрі де. Сондықтан азаматтардың есімі берілетін шығар деген үміт бізде де бар. Рахмет, Бердіхан Әлмен, Маңғыстау телеарнасындағы әріптесім, өнер жанашыры. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Әсем саған мың алғыс. Пәни апай, сәлем бердік. Алматыда Ер Қармыс кітабы балаларға арналып шығарылды деп естіп жатырмыз. Сол кітапты облыс кітапханаларынан көре аламыз ба дейді. Бердіхан біздің өнердің жарашыры, сонымен қатар мына облыстық ғылыми әдістемелік орталықта қызмет атқарады. Көптеген қазір көрермендердің сүйікті хабарына айналған сөз бен саз бағдарламасының идеясы, авторы, жүргізушісі, ол сөз бен саз арқылы сахнаға Маңғыстаудың беймәлім болған үлкен азаматтарын шығарып келе жатыр. Сол үшін біз басқарманың өзінің атынан айтар алғысымыз шексіз. Тек қана онымен емес, сонымен бірге руханияттың көптеген осы азаматтардың атының берілуіне, көп бұрынғы беймәлім аттарға, мынау өнер колледжіндегі факультеттің ашылуына да Бердіханның сіңіп кеткен еңбегі шексіз. Қойып отқан сұрақ өте орынды, одан біз хабардармыз. Бұйыртса енді біз де соған қазір сұраныс білдіріп жатырмыз. Ол дәл қазір мен қазір қолыма ұстайын деп отырмын деп айта алмаймын, өтірік айтатын. Өнер жанашырларының тірі кезінде бағалау мақсатында қандай жұмыстар жасалып жатыр? Бұл да өте орынды сұрақ. Кезінде біздің осы облыстық ғылыми әдістемелік орталық арқылы арнайы осы өмірден өткен азаматтарға, Маңғыстаудың өнеріне еңбек сіңірген азаматтарға біз жыл сайын үлкен шаралар ұйымдастырып келдік. Сол дәстүр жалғасып келе жатыр. Қазір осы азаматтардың мерейлі жасына байланысты, не болмаса шығармашылығын толтырған уақыттарда, енді мерейлі уақыт болады ғой, шығармашылықтар 25 жыл болатын уақыттар, 30 жыл уақыттар болатын болады. Енді сол азаматтардың көбісі біледі. Былтырғы жылдың өзінде де көптеген азаматтарды, Ырза Оңғарбай ағамыздың 70 жасына байланысты, былтырғы жыл көптеген азаматтардың сол мерей жасына байланысты шығармашылық кештер өткізіп, олардың репертуарына байланысты концерттер бәрі ұйымдастырып келе жатыр. Рахмет. Өңірімізде археология саласында қызмет ететін мамандар бойынша айтып өтсеңіз дейді. Салада жас мамандарды қолдау жұмыстары қандай деңгейде жүруде? Сұрақ қойушы Абзал Қарақойшиев. Дұрыс, өте жақсы. Археология деген сала, енді археология бұл біздің елдің дамуына, біздің тарихымызды тани беруімізге үлкен керекті сала ғой. Археология саласы бойынша кезінде осы Есенов атындағы университеттен археология факультетін ашуға байланысты ұсыныс берілген болатын. Бірақ енді ол факультет ашылмай қалды, әртүрлі себептерге байланысты. Ал тарих факультетінің студенттерін осы археологияға бағыттау байланысты біздің мамандарымыз, Нұрлан Құлбай сияқты мамандар осы арнайы барып студенттерді шақырып әртүрлі жұмыстар жүргізді. Бірақ енді дәл қазір сол археология келіп жатқан жастар бар деп те мен көп айта алмаймын. Енді біздің облысымызда өздеріңіз білетіндей археолог маман біреу ғана қазіргі таңда, бұл Андрей Астафин. Көптеген жаңалықтарды ашып жүрген осы елдің жанашыры. Бірақ археология байланысты жұмыстар, сен өзің білесің, өткенде ғана рухани жаңғыру бағдарламасының аясынан республикада келген мамандарды, археолог мамандар әртүрлі біздің ғылыми деңгейде өткізіп жүрген конференцияларымызға да осы археолог мамандар шақырылып отырады. Елдің тарихын зерттеу үшін археолог керегірек. Бірақ соңғы кезде осындай үлкен тенденция бар. Халықтың ішінде осы керекті салаларға барудың аздығы жастардың арасында. Мүмкін бұл біздің де қатерлігіміз бар шығар. Ол енді тек жастан көретін ештеңесі жоқ қой. Қазір жаңағы сән болған әртүрлі мамандықтар бар ғой енді. Соған бару көбейіп тұр да, осы салаға кітапханашы болу. Мүмкін грантты көбірек беру керек шығар. Жоқ, грант бар.
бар ма? Иә, археология саласында облыс әкімінде грамота бар, арнайы, бірақ осы салаларға барудың жастардың қызығушылығы төмендеу. Осы орайда енді факультет жөнінде айтып өттіңіз ғой, жалғыз біздің оқу ордамыз бар, Шахмардан Есенов атындағы университетіміз. Сол университетте осы музыкалық мамандарды дайындайтын музыкалық факультет ашу жоспарда бар ма бізде? Бұл да біздің бір ауыр жеріміз енді. Өйткені осы Есенов атындағы университет кезінде осы облыс әкімінің кездесу өткенде біздің Амандық Көмеков ағамыз осы мәселені көтерген болады. Елдің көңілінде жүрген мәселе осы музыка факультеті бізге керек деп. Бұл университеттің жаңағы берілетін өз заңдылықтары бар. Шифрдың берілуі деген заңдылық болады университетте. Қай университеттің өзінің профиліне байланысты мамандықтар берілуге болады. Сондықтан бұл музыка факультеті бізде ашылған жоқ. Енді бірақ біздің қасымызда тұрған мынау Атырау облысында музыка факультеті бар, біздің мамандар оқып жүрген. Олардың бар болғанмен, әрине өзімізде болып, өзіміздің облыстан болып жатырса, ол құба-құп еді, бірақ бұны ашудың мүмкіндігі болған жоқ. Жаңа айтып кеттім ғой, бізде енді өнер колледжі бар, сонда әртүрлі факультетте өнерге байланысты факультеттер бар. Рахмет Бердіхан Әлмен. Алла разы болсын Пәни апай, Алла жар болғай, аталар аруақ қолдағай, қызметіңізге абырой мен жоғарылау және сәттілік тілеймін дейді. Көп рахмет, аман болсын. Абзал Қарағойшиев, жауабыңызға рахмет Пәни апай, ісіңіз алға бассын дейді. Рахмет көп. Енді осы орайда тағы мынандай сұрақ, мәдениет саласының жалпы облыс бойынша қанша ақын жырауға осы мәдениет үйлері немесе білім ошақтарының есімі берілді? Енді оны қазір мен дәл саусақпен санап кете алмаймын. Ақын жырауларға берілген мәдениет үйлері бар бізде, аудандарда, қалаларда бар. Жаңаөзен өзеннің қасында Теңге ауылындағы Соқпай атаның аты берілген, не болмаса Жетібай поселкесіндегі аталар бар, бірақ мен нақты санын айтып бере алмайтын шығармын қазір. Енді бізде облыс көлемінде мемлекеттік тізімде тұрған 590 тарихи мәдени ескерткіш бар, оның 20-сы республикалық маңыздағы ескерткіштер. Осы ескерткіштерді қорғау бойынша қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Тарихи мемлекет, енді біздің облысымызда 1000-ға жақын, 1000-ның үстінде ескерткіш бұл алдын ала тізімде тұр. Алдын ала тізімге алынады, сол алдын ала тізіміне алынғаннан кейін ескерткіштің көбісі жаңа сіз айтқан 593 мемлекеттік қорғауына алынады. Мемлекеттің қорғауына алынған ескерткіштер мемлекетпен қорғанады. Арнайы тарихи мәдени мұраны қорғау туралы заңы бар. Сол заң бойынша осы ескерткіштер түгелімен қорғалады. Ескерткіш қорғалатын болған уақытта оның арнайы аймағы бекітіледі. Арнайы қорғалатын аймағы бекітіледі. Одан кейін оны біз ары қарата оның құрылыс салу аймағы бекітіледі, пайдалану аймағы бекітіледі. Сол бекітілген аймақтар бойынша келген қазіргі таңда мына туризмнің дамуына байланысты осы зират етушілердің саны көбеюде, халық көбеюде, ал ескерткіштерді қорғау мәселесі күннен күнге ол енді азайды, не болмаса көбейді деп айтпаймын, бірақ мемлекеттің қорғауында болғаннан кейін арнайы мемлекеттің қаржысы бөлініп, оларға реставрация, консервация жұмыстары, археологиялық жұмыстар, ғылыми деңгейдегі жұмыстар жүргізіліп келеді кезең-кезеңменен. Ал қазір біздің облысымызда, енді басқа облыстарда, бұл Қызылорда облысында бізден кейін пайда болды, мына ескерткіштерді қамқоршылыққа беру. Облыста мысалға 300-дің үстінде ескерткіш қамқоршылыққа берілген. Қамқоршылыққа берілген деген не әңгіме? Бұл үлкен мына біздің облысымыздың пайдасын көріп отырған үлкен мекемелер, сол әр ескерткішті, мысалға біздің Сейсемата ескерткішін Маңғыстау-Мұнайгаз мекемесі қамқоршылыққа алып отыр. Қамқоршылыққа алып отырып, бұл жердегі қоршау ескерткіштерді, ішіне сенбілік жұмыстарын жүргізуге байланысты көмек көрсетіп отырады. Сол сияқты біздің Шопан атамызда, Сейсематаны айттым жаңағы, Шақпақ атамызда көптеген ескерткіштеріміз осы қамқоршылыққа беріліп отыр. Ол азаматтарға көп рахмет айтамыз. Жыл сайын 2 рет осы қамқоршылыққа алған мекемелердің есебін береді халыққа, қандай жұмыстар өтіліп жатыр, қалай жұмыс жасалынып жатыр. Әрине, оның барлығы тек түгелдей осы ескерткішке қамқор болып кетті деп айта алмаймыз. Кей уақыттарда оларға да сөгіс беруге, сұрауға, азаматтарға түсіндіру жұмыстарын жасауға тура келіп жататын жағдай болады. Енді тағы бір екінші жағы бар. Бұл осы ескерткіштерді біз қорғаймыз. Мемлекеттің өзінің арнайы заңы бар, бірақ біздің азаматтардың ішінде әлі күнге дейін мысалға ескерткіштің ішінен сол жерден жаңа қорым салуға болмайтын. Апарып тарихи мәдени ескерткіштің алдына үлкен сәулетті апарып бір мавзолейді салады.
ал сенің оның артында мемлекеттің қорғауында тұрған ескерткішіңіздің бастапқы келбеті жойылды. Бұл сол заңмен қорғалатын ескерткіш екен. Оны тіпті прокуратураға дейін барып кей уақытта тоқтатып жататын деңгейге де жетіп жатамыз. Сол халыққа түсіндіріліп жатыр, айтып жатса да халық осы нәрселерді қоймай келе жатыр әлі күнге дейін. Сонымен бірге жаңағы ескерткіштердің қорғалатын аумақтарының бұзылатын уақыттары да болады ондай мәселелер. Бұл енді осы жұмыспен арнайы айналысып отырған облыстық мен айтып кеткен тарихи мәдени қорықтың жұмысы аз ғана штаты бар, бірақ енді сол азаматтар сол жерде шырылдап осы ескерткіштерді қорғаймыз деп жұмыстар жасап келе жатыр. Жақсы, рахмет. Поняла, енді мәдениет саласының үздігі деген арнайы төсбелгі бар ғой? Бар. Осы төсбелгіні алу үшін не істеу керек? Және де бұл төсбелгі енді республикадан бөлінеді ғой. Облыста қанша бөлінді, арнайы мөлшерде бөлінеді ғой. Былтыр қанша бөлінді, биыл қанша бөлінді, соған тоқталып өтсеңіз. Бұл төсбелгі, бұл ведомстволық наградаға жатады. Кезінде мәдениет саласының үздігі, мәдениет қайраткері деген атағы болды. Қазіргі таңда бұның аты мәдениет саласының үздігі. Сосын 1-2 жылдан бері мәдениет саласының ардагері деген де атақ бар. Бұл Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің бұйрығымен берілетін атақ. Жыл сайын облысқа 2 уақытта, біреуі тәуелсіздіктің қарсаңында, екіншісі мәдениет қызметкерлерінің күнінің қарсаңында беріліп отырады. Бұл оның арнайы ережесі бар. Ережеде осы салада 15 жылдан жоғары қызмет атқарған, үлкен жетістікке жеткен, халық арасында танымал болған азаматтар мен азаматшаларға беріледі. Бұл берілетін награда арнайы, мысалы, әр мекеменің өзіндегі жалпы жиналыста азаматтарға ұсыныс кандидатура талқыланып, ол басқармаға беріледі. Басқарманың жанында арнайы комиссия бар. Сол комиссияда қаралып, жыл сайын енді соңғы кезде қазір бұрынғы уақытта ондай квота деген жоқ болатын. Соңғы кезде қазір министрлік бұл атақты 5 әр регионнан 5 қызметкерге деп беріп отыр. Сол 5 қызметкер анықталып республикаға ұсынады. Республикада да комиссия бар. Кейде бізде деңгейде жетіп, оны түсініп жүретін уақыттарымыз болады. Енді біздің мәдениеттің саласы сондай сала, қызметкерлер жүрек қалауымен келгеннен кейін көп біздерде жұмыстан кету, не болмаса текущий адрес деген бола бермейді. Адамдардың көбісі өзінің жүрекпен таңдаған мамандығы болғаннан кейін 30 жыл, 40 жылдың үстінде осы жерде қызмет етіп жатады. Олар жан тәніменен осы салаға берілген азаматтар. Біздер олардың көбірек осы марапатталғанын жақсы көреміз. Сол республикалық комиссияның анықтауымен жүзеге асатын нәрсе. Енді өздеріңіз білесіздер, комиссия кімді шешіп қалай солай береді. Біз әрине оларды қорғауға тырысамыз. Әр жылғы осы алқа мәжілісінде осы мәселені көтеріп, әр қызметкер үшін шырылдап, осы қызметкер малмат деп айтысып тартысып тастатын кездеріміз болады. Былтырғы жылы біздің енді сол мәдениет қызметкерлері мерекесінде бір азаматымыз мәдениет ардагері деген атаққа, бұл Бейнеу ауданындағы музей қызметкері Ахметжан ағамыз осындай атақ алды. Басқа 5 қызметкеріміз мәдениет саласының үздігі. Бұл атақтың ішінде біздің елге белгілі азаматтарымыз бар. Көмек Ыбырайұлы сияқты ағаларымыз бар. Осылай жетіп жатамыз уақыттарда. Енді жоғарыда айтып өттіңіз, 2000-нан астам қызметкер бар, мәдениет саласында. Бірақ дегенмен тапшылық бар ғой мамандарға. Нақты қай салаға? Филармония бар бізде, театр бар. Тапшылық болады. Өмір болғаннан кейін, өмір уақытында тоқтамайды. Кадрдың ауысуы болады, жасына байланысты зейнеткерлігі шығуға болады. Сондықтан ол тапшылықтар бар. Әсіресе мысалға кітапхана саласында да бар бұндай тапшылық, музей саласында да бар. Жаңа айттым ғой, мәдениет саласының қызметкерлерінің айлық жалақысы жоғарғы деңгейде емес. Әсіресе біздің облысымызда бұл өте байқалады. Сосын концерттік ұйымдарда да концертмейстер керек болатын жерлері болады, әншілердің де керек болатын уақыттары болады. Артистерге енді біз шүкір қазір біз артистке тапшымыз деп жүрген жоқпыз. Артистеріміз Нұрмұхан Жантөрин атындағы театрымыздың бүкіл республикаға белгілі көптеген оқу бітірген азаматтар да, азаматшалар да, енді біздің Нұрнияз Мұханұлы театрдың директоры арнайы жыл сайын осы бітірген мамандармен кездесуге барады. Соның ішінде біздің театрға қызығушылық үлкен. Сондықтан артистерден аз деп айта алмаймыз, бірақ енді бәр сала болғаннан кейін 100% қамтыдық деп айту артық әңгіме. Жетіспеушілік бар.
Енді осыны шешу үшін қалай жұмыстанып жатсыздар? Оны шешу үшін жаңа айттық, облыс әкімінің арнайы гранты бар. Сол гранттың ішінде облысқа, ол қала қараған салалардың ішінде дәрігер жетіспеушілігі, өздеріңіз білетіндер, мұғалімдердің жетіспеушілігі, сонымен ауыл шаруашылық саласындағы мамандардың жетіспеушілігі, дәл сондай мәдениет саласына бөлінетін арнайы квота бар. Соған облыс әкімі грант беріп отыр. Сол грантқа бойынша біздер мамандарды ұсынамыз. Осы деңгейде шешу жолдары қарастырылып келеді. Жақсы, рахмет. Енді жалпы облыс көлемінде, аудандарда, ауылдарда мәдениет үйлері қаншалықты жеткілікті, немесе қазіргі таңда мүмкін пандемияның уақытында пайдаланып күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатсыздар ма? Соған тоқталып өтсеңіз. Енді бүкіл республикадағыдай біздің облысымызда ауыл ел бесігі деген республика деңгейіндегі бағдарлама бар. Сол бағдарламаның өзімен биылғы жылдың өзінде біздің 3 ауылдық кітапхана, клуб мекемелерінде жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сонымен бірге Рахат, Жаңаөзен қаласындағы Рахат селосында, Рахат ауылында, қазір Рахат бөлек ауыл болып шықты ғой. Сол Рахат ауылында клуб кітапханасымен жаңадан салынып жатыр. Маңғыстау ауданындағы Жарымшы селосындағы кітапханамен клуб салынып жатыр. Сол сияқты бізде жаңадан салынып жатқан ғимараттар жетерлік. Әрине жетіспеушілік бар. Бұл жетіспеушілік әсіресе біздің Мұнайлы ауданында байқалады. Мұнайлы ауданында байқалады. Мұнайлы ауданы енді соңғы құрылған аудан екенін білесіздер. Сол ауданда клуб, кітапхана ғимараттар керегірек әлі де, бірақ енді олардың ПСД-сі жасақталынып, сол бойынша ұсыныстар беріліп, қазір қамтимыз деген жоспарда бар. Әрине керек. Әсіресе сол аудандағы 22-ші жылға қойылып отырған музей де керек көз жерге. Сосын аудандардағы үлкен бір проблемалардың бірі бұл архив ғимаратының жетіспеушілігі. Архив енді біздің өмірлік тарихымыз ғой, ертеңгі уақытта. Сол архивтің ғимараты сондағы біздің көптеген қор дейміз ғой. Бұл қор үлкен фонд. Бұның жөнінде біздің бүкіл тарихымыз жатыр. Сол аудандардың барлығында арнайы ғимарат керек. Тек қазіргі таңда мына Жаңаөзен қаласы осы мәселені шешіп, архивтің ғимаратын салып жатыр. Жылдың аяғына дейін бітіреміз деген ойлары бар. Сосын Түпқараған ауданында үлкен бір мәселе болды. Ғимараттың жоқтығы. Осы азаматтар осы мәселелерді шешіп, архивтің де ғимараты керек. Көптеген осындай мәселелер біздерде бар. Жақсы, рахмет. Құрметті желі қолданушылары, естеріңізге сала кетейін, бүгінгі тікелей эфирімізде Пания Сармурзина, Маңғыстау облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының басшысы. Бүгінгі қонағымызға қояр сауалдарыңыз болса, тікелей эфирдегі мүмкіндіктеріңізді өткізіп алмаңыздар. Пания Албаевна, енді рухани жаңғыруда сіздің басқармаға қарасты ғой, рухани жаңғыру бойынша біздің өңірде қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Рухани жаңғыру біздің басқармаға қарасты деген кішкене артта әңгіме шығар. Енді рухани жаңғыру офисі сіздерде, бірақ мәдениеттің ішінен көптеген мәселелер кіргені дұрыс айтасыз ғой мәселені. Бұл оның ішінде мына тарихи мәдени мұраны қорғау мәселесі, көптеген мәселелер бар. Енді естіп жүрген шығарсыңдар. Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы бойынша да біздің ең көп облыс осы неге кіргізген, сандарды кіргізген біздің облыс 25 нысанымыз республикалық деңгейдегі нысанға кірді. Облыстық деңгейдегі де көптеген нысандарымыз келді. Сонымен бірге осы ескерткіштерге QR кодтар қою, олардың қазір 3D деп жатыр форматтағы әртүрлі деңгейдегі жасақтауға байланысты да көптеген шаралар іске асырылып жатыр. Сонымен бірге көптеген мәдени шаралардың осы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асып отқандығы белгілі. Рухани жаңғыру бойынша енді облыс кейде әрине халықтың ішінде бірінші басында мүмкін түсінбеушілік болған шығар. Көп нәрселер сол рухани жаңғыруға сестіріліп кей уақыттарда жаңа бәр шараны рухани жаңғыруға беріп жүрген уақыттарда болды. Бірақ біздің облысымыздың деңгейде рухани жаңғыру бағдарламасында іске асып жатқан көптеген ғылыми практикалық конференцияларда, ғылыми зерттеу жұмыстары да республикада деңгейде жоғары бағаға ие болып келе жатыр. Мынау біздің осы рухани жаңғыру офисінің жұмысын жүргізіп жатқан Гүлайым Бақытқызының жұмысы. Бұл
үлкен бір өзі бір мекеменің жұмысын атқарып өтті ол кісі. Соның сол Гүлайым Бақытқызының қасында жасаған Бақтыбай жайлау да көптеген азаматтар мен азаматшылар да осы біздің облыстық деңгейдегі рухани жаңғыру бағдарламасының жүзеге асуына үлкен еңбек сіңірді. Қазіргі таңда енді осы офис қосылды ғой, бірігіп, әлі де біздің рухани жаңғырумен жасайтын жұмыстарымыз көп. Панелбаны кеше ғана бүкіл республикаға есімі таныс ақын Сабырадай ағамыздың 60 жас мерейтойы болды. Соған қатысты желі қолданушысы сұрағын жолдапты. Өтеміс Төлемісұлы Құлшықов. Күні кеше ғана 60-ға толған Айтулы ақын Сабырадай ағамызға облыс әкімі де тікелей өзіңіз де ықыласыңызды көрсеттіңіз. Facebook парақшасынан кім болса соған көлік мінгізіп немесе пәтер сыйлап жатқанда Маңғыстаудың ғана емес, бар қазақтың мақтанышы болып жүрген ағамызға деген құрмет осымен шектелгені ме деген әңгімелерді оқып қалдық. Әңгіме арасында дейді. Өңір басшылығының бір ойлағандары бар шығар. Сәл кешеуілдеп болса да мерейтой ұйымдастыру жоспарланған жоқ па еді дейді. Өтеке, сәлематсыз ба? Қойған сұрағыңызға байланысты енді Өтекең деген осы біздің Маңғыстаудағы мәдениетке үлкен еңбек сіңіріп жүрген азамат Өтекең де. Сонымен бірге осы өңірдегі азаматтардың, руханияттың жыршыларының осылай жетістікке жетуіне, олардың бағалануына да көп еңбек сіңіреді, әртүрлі сұрақтарын қояды, ұсыныстарын айтып жатады. Өтекеңе де мен көп рахмет айтамын. Мына қоғам қайраткерлері болғаннан кейін бұл кісілер көреген келеді ғой. Оның ішінде Сабыраға өте көреген азаматтардың біреу. Биыл Сабырағаның 70 деп айтым, аман-сау 70-ке келсін. Бұйыртса 60 жасына байланысты үлкен шаралар жоспарланды. Облыс әкімінің өзі ұйытқы болып көптеген шараларды жоспарлатып, ағайдың 60 мерейтойы үлкен деңгейде өтуге байланысты шаралар жоспарланды. Бірақ осы енді өтірік айтпайын, август айының басында, тамыз айының басында ағай маған Сабырағайдың өзі келіп, пәнеш осы ел қиналып жатыр ғой. Дәл мынандай індеттің уақытында мен 60 жасты ойламай тұра тұрайын. Той талай уақытта болады, мен ел мен халықпен бірге болайын. Сендер осы шараны кейінгі уақытқа шегере тұрсақ қалай болады деген ұсыныс айтты. Сосын мен аға, сіз енді елдің қамын ойлайтын, болашақты ойлайтын азаматсыз ғой. Ұсыныстарыңызды өңірдің басшысы бар, басшыға айтайық, қалай болады деп ол кісі арнайы кіріп, Серікбай Өтелгенмен ақылдасып, осы шараларды кейінге қалдыра тұру туралы өтініш айтты ағайдың өзі. Бұл енді үлкен көрегендік, азаматтық іс. Соған қарамай-ақ өңір басшысы арнайы Сабырағаны шақырып, оған құрмет көрсетіп жатыр. Енді ол кісінің құрметі дәл желіде көрсетілгендей болып қалған жоқ шығар, одан үлкен құрметтері бар шығар. Ол өздерінің біледі ғой, ол Серікбай Өтелгеннің оған осы үлкен құрмет көрсетілді. Дәл сондай енді ол кісі біздің мәдениет саласында көп жыл қызмет атқарды Сабыраға. Сондықтан мәдениет қызметкерлері де оған құттықтаған болатынбыз. Ал бірақ үлкен той алда деп отырмыз. Үлкен өтетін шаралар алда деп отырмыз. Оның ішінде енді Сабырағаның драматургиясы да бар, ол кісінің ақын жазушылығы да бар, қайраткерлігі де бар. Сондықтан ағаның үлкен тойы алда бұйыртса. Ең бастысы індеттен аман-есен шығайық. Ағаның өзінің де құттықтап жатқанда аға қайта осы әңгімені бас айтты да. Қайта бас айтты. Облыс әкімінің кездесуде де болды. Мен кешегі біз мәдениет қызметкерлері құттықтап жатқанда да Сабыраға ай жас емес әңгіме, індеттен шығайық, ел аман болсын. Енді Сабыраға бүкіл ел білетіндей, мысалға мынау бүкіл алаш жұрты менің Қазақстанымды жатқа айтады ғой, гимнімізді келіп. Содан кейінгі алаштың әр баласының білетін әңгімесі осы әр қазақ менің жалғызым. Сондықтан Сабырағаның мерейтойы ол бүкіл қазақ үшін, бүкіл алаш баласы үшін үлкен мереке. Бұл мереке бұйыртса ағаның аман болсын, ел аман болсын, үлкен деңгейде тойланады, ел халық тойлайды. Жақсы, рахмет. Панелбаны біз алдын ала сіз келеді деп аңдатпа берген болатынбыз. Сол кезде желі қолданушысынан мынандай сауал келіп түсті. Маңғыстау жырауларының жырларының авторлық құқықтары қорғалып, әділет органдарына тіркелген бе? Егер басқа авторлар иеленіп кеткен жағдайда қалай қорғайсыздар дейді. Мынау Қазақстан Республикасында авторлық құқық деген арнайы заң бар. Сол авторлық құқық бойынша мына жыраулардың ұрпақтары арнайы
тіркеледі. Ол басқарма арқылы жүзеге асатын мәселе емес. Бұл авторлық қоғам біздің облыста да бар. Әсіресе республикалық қоғамның филиалы жұмыс жасайды. Сол арқылы реттеледі, сол арқылы негізде жұмыс жасалынады. Арнайы заңы бар үкіметтің. Жақсы, түсінікті, рахмет. Мәдениет саласына байланысты жаңа заңда қандай мәселелер бар жалпы? Мәдениет саласына байланысты енді арнайы жаңа заң емес, заңға толықтырулар мен өзгерістер енгізілді. Ол толықтырулар мен өзгерістердің ішінде осы тарихи мәдени мұраға байланысты өзгерістер болды, сосын концерттік ұйымдарға осыған байланысты өзгерістер болды. Бұның барлығында да осы шығармашылық ұйымдарын қорғау, шығармашылық азаматтарды қорғау мәселесі, тарихи мәдени мұраны қорғау мәселесіне байланысты толықтырулар жүргізілді. Енді қазіргі таңда мана сөзім басында айттым, тарихи мәдени мұраны қорғау бойынша арнайы заңның барлығы енді болашақта археология туралы арнайы заңның шығатындығына, әр сала бойынша арнайы заңдар шығады деген үміттеміз. Жақсы, рахмет. Панелбан, мен мынау ашық әкімдік жобамыздың негізгі мақсаты тікелей эфирде желі қолданушыларын келіп отырған спикермен байланыстыру. Енді тікелей эфирде міне 1 сағаттан астам уақыт болыппыз. Желі қолданушыларының барлық сұрақтарына жауап бердіңіз. Сізге рахмет айтамыз. Жалпы әлеуметтік желіде сіз белсендісіз ғой, қашанда көріп отырамыз. Енді соңғы сұрақ болсын, хабарымыз түйіндейік. Әлеуметтік желіде қанша уақыт бөлесіз әлеуметтік желіге? Енді біз таңертеңнен кешке дейін жұмыстамыз ғой. Жұмыстың ортасында кейде мынау уақыт күттірмейтін сұрақтар болады ғой кей уақыттарда. Біздің басқарманың өзінің арнайы парақшасы бар. Менің өзімнің Facebook желісінде де, Instagram желісінде де арнайы парақшам бар. Ол қызметкерлерім де тікелей айналысады, барлық қызметкерлерім де. Уақыт күттірмейтін сұрақтар түсіп жатса, ол сол уақытты тауып жауап береміз. Бірақ мен көбінесе кешке жұмыстан кейінгі уақыттарда осы әлеуметтік желіні қарап, қойылған сұрақтар болса жауап беріп, әртүрлі жаңалықтар болып жатса соларға араласып, әрине өмір болғаннан кейін біреудің мерейтойы болып жатады, әртүрлі жаңалықтар болады, оларды құттықтау керек болатын жағдай болады. Не болмаса басқармамен жасап жатқан қызметтерді бөлісуге тура келетін уақыттар болады. Солардың бәрін жариялауға, қамтуға тырысамыз әр уақыттарда. Жақсы, рахмет. Осы орайда Өтеміс Төлемісұлы Құлшықов ағамыз, үлкен рахмет. Пәния құрдасым, сіздің осы мәдениет саласына сіңіріп жүрген еңбегіңізді, адами қасиетіңізді бір адамдай білеміз. Еңбегіңіз жемісті бола берсін әрдайым, тілекшіміз дейді ағамыз. Біз де сол тілекке қосыламыз. Уақытыңызды бөліп бүгінгі сұхбатқа келгеніңізге рахмет айтамыз. Жақсы, жағымды жаңалықтарыңыз көп болсын. Біз соны халыққа, бұқараға жеткізе берейік. Аманшылықта жүздесейік. Мәдениеттің, өнердің жақсы жаңалығы көп болсын. Дұрыс айтасыз. Маңғыстаудың жақсы жаңалығы көп болсын. Рахмет. Әмин. Рахмет сізге көп. Құрметті желі қолданушылары, осымен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Жақсылықта жолығайық.